екінші орында тұратын дүние мінез, адамның жақсы мінезі. Мынандай бір алтын қағида бар. Егер адамның жүрегі қаншалықты жұмсақ, мінезі қаншалықты жұмсақ, ортаға қаншалықты сыйымды, аузындағы сөзі мәржан, жүрегі бос болса, оның жүрегінің жалы болып, және жаратқанға сондай жақын болады деп айтылады. Ал енді сіз қаншалықты ашушаң, қаншалықты қатыгез, қаншалықты сондай бір қатал адам болсаңыз, соншалық жаратқаннан жақын алыстайсыз. Неге? Өйткені жаратқанның барлық Құрандағы келген сүрелердің барлығы 113 дерлігі Бисмиллахир-рахманир-рахим, мейірімді, рахымды деп айтылады. Сондықтан мейірімді, рахымды Аллаға мән беруіміз керек, оның көрсеткен жолына. Мінез бен әдеп дейді. Әлбетте тамаша мінез бен әдеп адамды тәрбиелеген үлкен ұлы дүние болып табылады. Пайғамбарымыздың жұбайының айтқан жақсы дұғасы бар. Құдайым, менің айнаға қарағанда жүзімді қандай әдемі қылсаң, ішкі дүниемді сондай қыл деген. Сондықтан мейірімді болыңыздар. Әсіресе ағайын, туған туыс, ұрпақ, көрші қолаң, ел жұрт, қоршаған ортаға, тіпті жан жануардың өзіне мейірімді болу бұл үлкен дүниені талап етеді. Біз Қазақ радиосының тікелей эфиріндеміз, ардақтылар. Егер бізге тікелей менімен байланысқыңыз келсе, 871-72 бұл Астана қаласының коды болады, 75-72-75 студия телефоны, 75-72-75 телефонына хабарлассаңыздар болады. Ораза қабыл болсын. Ораза кезде қайта-қайта сұралып жатқан дүние бір: екпе салса бола ма, укол салса бола ма, бұзбай тісті жууға бола ма? Әлбетте болады. Бірақ жұтып қоймауыңыз керек, сақтықта болуыңыз керек. Сұраққа жауап қайта-қайта жазған кісілердің оқи алмай жатырмыз. Сауалдардың дерлігі біз әлеуметтік желіде отырмыз. Әлеуметтік желідегі сауалдар бірінен кейін толассыз келуде. Мүмкіншілігін болғанша жауап беріп жатырмыз. Жолдай беріңіздер. Жалпы адам баласы кез келген жақсы нәрседен тәлім алуы керек болады. Тәлім негізі өмірдің тәлімгері, 3 тәлімгері бар деп айтылады. Бірінші, адамға тәлімгер болатын бұл әлбетте аурухана. Ауруханаға барсаңыз, денсаулығыңыздың қадірін, денсаулықтың қадірін ауырғанда білерсің демекші, денсаулықтың қадірін білесіз. Екіншісі, ол түрме деп айтайық, абақты немесе, бұл еркіндіктің бағасын білесіз. Үшіншісі, қабір деп айтылады, өміріңізді түсіне бастайсыз. Сондықтан кезінде имам Ағзам Абу Ханифа бір зираттың басында тұрғанда бір кісіні желеп жатқан екен. Сол кезде қасына шәкіртіне тұрып айтты дейді: мынау қайтыс болған адамның орнында сен болсаң қалай болар еді дегенде, әлгі шәкірт қорқып кеткен кезде, бұл Аллаға құлшылық қылатын өмір, жақсылықты бет бұратын өмір, адамның өзгеретін өмір. Сондықтан жасап қал, мынау қайт болған кісі сен боласың, сен болмаса мен болып қалуым мүмкін деген екен. Яғни барыңда, басыңдағы барыңды бағала деген бағытта сөз айтқан. Және қоңырау бар. Ассалаумағалейкум. Алейкум. Жақсы аға, рахмет. Баршамыздікі қабыл болсын аға. Әумин. Әумин. Ja. Дұрыс. Жақсыға өте дұрыс айтасыз. Біздің өзіміздің тілдік диалектіміз бар. Соған сай біз айтып келгенбіз, оны мен жиі айтып жүрмін. Осы қанша жылдан бері ауыз ашар деп айтайық, ифтар деп айтпай-ақ қояйық. Біздің өзіміздің салтымыз бар. Енді кейбір біздің тілімізге кіріп кеткен, диалектімізге кіріп кеткен сөздер бар. Енді ата-бабамыз сол сөзді айтып, мысалы араби сөзді сіз айтқандай Аллах дегендегі хәні қолданбай-ақ айтып келіп, осы қазақты адастырмай, ұрпақты шатастырмай, бір-бірімізден бездірмей, жақсы жолға алып келіп, сондай ұрпақты тәрбиелеп келгенде біздің тоз-тозымыз шығуға дайын болып тұрмыз осы нәрседе. Бұл жақсы нәрсе емес. Біздің жалпы ұлтымыз бірлікті ұстаған ел. Бірлік біз үшін аса маңызды. Сондықтан мынау кейбір діндарларға яки дінге сенімі бар адамдарға біздің ұлтымыздың бірлігі, халқымыздың бір тұтастығы, елдің тәртіптің, заңның сақталуы бұл аса маңызды нәрсе. Ата-бабамыз, Абай атамыз айтпақшы,
намаз ораза тоқтықта деп бұның сөзін мән мағынасын түсінбеген адам бұл сөзді бір күпір сөзіне балайды. Негізі ол дұрыс нәрсе емес. Сондықтан біздің өзіміздің тілімізге сай, өзіміздің ділімізге сай, рухымызға сай, болмысымызға сай сөздер айтылу керек. Мен мынау қазірде қойып жатыр, атты өзгертуге бола ма деп. Есімді өзгертпеген. Біздің соңғы кезде ұмытылып бара жатқан аталарымыздың, ұлы бабаларымыздың есімі, немесе тай деген, бек деген қосымшалар бүгінде болмай баратыр. Тек қана тіпті мысалы Иса пайғамбардың атын қойса, біздің ата бабамыз Исатай, Исабек деп қойған, өзіміздің ұлттық нақышымызды көрсете білген. Сондықтан осыған оралуымызды мен айтқан болар едім. Ұлы аналарымыздың атын қоюға, біздің бабаларымыздың аты қашанда жаңарып ұрпақтан ұрпаққа жетіп отыру керек. Әлбетте, мүмкін бір жақсы адамның өзіңіз жүрегіңізде болған, қалаған адамыңызды қоятын шығарсыз. Оған ешқандай талас жоқ, бірақ біздің ұлттық нақышымызды көрсететін, жаңағы қазақи болмысымызды айқыштап беретін есімдерді қойғаны жақсы болады. Одан кейін соңғы уақытта есім өзгерту, яки болмаса есімге жалғау дүниелері болып тұр. Ол жаңағы әл ибн деген сияқты нәрселерді жалғаудың аса қажеті жоқ деп айтқан болар едім. Қоңырау бар, ассалаумағалейкум. Алло. Алейкум салам аға. Иә. Өте жақсы. Ақыл тоқтатқан кезде, сіздің сөзіңізді түсінетін кезде, және өз сол сөздің парқына жететін кезде айтыңыз. Әлі ақыл тоқтатпаған балаға айтудың қажеті жоқ. Неге? Өйткені түсініп, бірақ дегенмен айтылу керек. Бұл ауыр дүние, ащы дүние. Сонша еңбегіңізді салған балаға сен менікі емессің деген сияқты айту бұл өте қиын дүние, жүректі ауыртатын дүние, бірақ бұл шын дүние бәрібір. Сол үшін айтады, тәтті өтіріктен ащы шындық артық дегендейін. Сондықтан бала ақыл тоқтатқанда бәрібір айтуыңыз керек болады. Әйтпесе көшеден естіп, елден естіп, содан кейін бүкіл істеген еңбек жойылып кетеді. Кейбіреулер өтіріктен жаңағы құжаттар жасап, мүлде соны жасайды. Бала білет білмесе, Алланың алдында да пайғамбарымыз бір сахабаның баласын асырап алған кезде, бір баланы сол кезде де Құранда бұл туралы аят түскен. Яғни Құдайдың өзі берген баланы ғана менің балам деп есім беру, жаңағы әкелік атын беруге болады деген бағытта. Яғни Алла бермесе, адам оны баланы асырап, өмірлік жолға бағыттап, дүниенің даңғыл жолын үйретуіңіз, бұл сауаптың сауабы. Жаратқан риза болсын, әр қазаққа осындай. Біздің жетім жесір деген әкенің рахымдығына, ананың мейірімділігіне қалған балаларды қамқорлығына алуымыз керек. Өйткені жетім мен жесірін жылатпаған біз ұлағат дейміз. Және қоңырау бар, ассалаумағалейкум. Алло. Амансыз ба? Мен есік қаласына хабарласып едім, есімім Гүлнәр. Жақсы апай. Мен осы жақында ғана намазға, Аллаға құлшылық жасап, намазға тәждеге басымды қойып едім. Соның араласып жүрген көрші қоланың бәрі 100 грамм ішеді, ешқайсы менен араласпай бәрі шеттігіп кетті. Мен осындай бір жаман сөзге қалып жатырмын қазір. Мына Үмля деген дінге бет бұрып, ешқай көршімен араласпай жатыр дейді. Мен емес бет бұрған, өздері кетіп қалды бәрі. 100 грамм ішетін болғаннан кейін. Енді бұл жерде күнә кімде мысалы үшін? Ішіп жатқан адамдарда ғой күнә. Шындап келген кезде. Иә. Мына өсек аяққа қалып жатырмыз бәріміз жан-жақтан. Аяқ асты дінге бет бұрып, католикқа кетіп қалды деп жатыр. Бұның қайсы дұрыс, қалай бұрыс, соны мән-жайын айтып берсеңіз. Рахмет. Бірінші ниетіңіз қабыл болсын. Құран кәрімде бұл туралы жақсы аят келеді. Аср деген қысқа сүреде осы біздің күніміз, күйіміз, руханиятқа келген кездегі келбетімізді жаратқан Алла жақсылап түсіндіріп береді. Уатавасау бил хақ, мен қысқа ғана айтайын. Сіз тура жолға келсеңіз, жақсылықта айтсаңыз, жақсылықта болсаңыз, уатавасау бис сабр дейді. Сен туралы көп сөз айтады, сен туралы артыңнан жаман сөз ілеседі. Сондықтан оған сабыр ет дейді. Мына әйгілі Мұса пайғамбар Құдайға айтыпты, бір күні
бәрін қояйын депті, жылап қайғырып отыр дейді. Неге десе, мен туралы артымнан пайғамбар болып өлдім, яғни туралыққа келсем жаман сөз айтып жатыр депті ғой. Сөйтсе Алла тағала айтады дейді, әй ол адамдар сен тұрмақ мен туралы айтып жатыр депті. Сөйтсе қалай айтып жатыр, сіз туралы Құдай не айтып жатыр десе, әй менің балам бар деп айтады, ананы қызы бар деп айтады, Құдайды осындай бір нәрсеге ұқсатып айтады, мен де ренжіп жатқан жоқпын ғой депті да. Сондықтан тура көңіл қисық сөзге мән бермейді апай, жасай бересіз, бірақ жаңа мүлде қол үзбеңіз. Олар 24 сағат ішіп жатқан жоқ шығар, ішіп болғаннан кейін әйтеуір мастықтары кеткен кезде бәрібір барыңыз, барып қалайсыңдар ей, қатты мас болып қалған жоқсыңдар ма деп жағдайын сұрап қойыңыз. Әйтпесе біздікілер осы екен деп түгел қашып, бетін көрмей, жүзін көрмей, бірін қарғап, боқтап сілеп кетеді, бұл дұрыс емес. Яғни сіздің қайта мейірімділігіңіз, мен айттым ғой, дүниені мейірімділік жеңеді, дүниені мейірімділік алып келеді, тәрбие мейірімділікпен келеді, ұлағат мейірімділікпен келеді. Пайғамбарымыздың өзіне Алла тағала сені бүкіл әлемге мейірімдік мейірімдік рақсырын дейді. Яғни сіз туралықтасыз, дұрыс, бірақ сіздің туралықта болуыңыз деген сөз, біреуді әдепке шақырам деп жүріп, жақсылыққа өзіңіз әдептен шығып кетпеңіз. Яғни оларды төмен көріп, оларды жамандап, сіз өзіңізді артық көріп кетпеңіз. Мүмкін сіз де кеше солардың қатарында болғасыз. Алла тағала сізге хидаят беріп келтірді ғой. Енді оларға да мейірімдікпен, жақсылықпен келсеңіз, бұйырса, жаңағы мастығы таратқанда, естерін жинағанда кіріңіз, әй жақсы қабыл болсын деп қуанышына барыңыз, сый-сияпат беріңіз, оларды да ортаға шақырайық. Енді тоқтамай ішіп, мүлде бірінен кейін бірі ішіп жатса, әумин. Көп жерде түсініксіз болып жатады. Мына қайтқан адам кезде 40 күндік несін санын қайтқан күннен бастап санай ма, 40 күнге дейін, или жамбасы жерге тигеннен кейін, жерлегеннен кейін барып санай бастайды. Соны білейін деп еді, бірінші сұрағым. Екіншіден кейін ер адамдікін, әйел адамдікін асып жатады, ер адамдікін кейін ертерек беріп жатады. Күн санап, соны айтып түсіндірсеңіз. Қырқына бағыштап қанадары ғой. Соны қайтқан үйге барып толып аударып біткен дұрыс па, или жамағатты қырқына шақырып елдер ресторан неге шақырып, сол жерге барып ең соңғы парағын сол жерде аударған дұрыс па? Сол жағын бір айтып Негізі адамның қырқын беру шариғаттың тікелей бұйрығында жоқ. Біздің дінімізде амал хайрия, күнін жақсы амал ихсанаттарымызды, Құран оқу, ас беру, тағы сынды дүниелер бұл хош көріледі, бірақ күнін санамастан, яғни тек қана 40 күнге байланбастан, 7 күнге байланбастан жақсылықты біздің ата-аналарымызға, дүниеден өткен аса қадірменді жақындарымыздың аруағын шаттандыру мақсатында белгілі бір күнге, белгілі бір санға байламай, неғұрлым көбі жасасаңыз соғұрлым жақсы. Енді шамаңызға қарайсыз. Енді елдің ішіне үрдіс болып қалып қалған, еліктеушіліктен ба әйтеуір кірген бізге 40-ға жетсе деген дүние бар, ешқандай мәселе жоқ, жасай бересіз. Енді оны өзіңіз айтпақшы, қай күннен санаймыз десек, негізі қайтқан күннен саналады. Дұрысы да сол. Өйткені адам жерленді деген сөз хабар бермейді, адам дүниеден озды деген хабар беріледі, дүниеден өтті деп. Содан санап отырып, жаңағы тура 40-ын, негізі 40-ын тура сол күні бермейді. Бір күн ертерек, біздің қазақ халқында немесе бірнеше күн ертерек, 35 күннен жоғары қарай бере береді. Себеп, егер біз мән тәшәббәһә биқаумин фахуа минһум деген қағида бар. Кім-де-кім басқа бір ұлтқа, басқа бір дінге еліктесе, ол қауымнан, сол қауымнан болады дейді. Бұл деген сөз 40-ын жеткізбей береді. Еркектің де, әйелдің де ертерек бере береді. Ал енді Хатым Құранда әлбетте көп адам Аллахан жайсын деген мақсатта үйінде емес, жаңағы қай жерге ел жиналады, сол кезде бергені, сол жерде бергені жақсы болады деп айтылады. Және қоңырау бар. Алло, ассаламу алейкум. Алло. Уағалейкум, мерекелер болсын. Бірге болсын. Бұндай бір сұрақ қою болды ма? Иә, аға. Міне қазір жастарды енді қарап жатсаңыздар, бәрі ораза деген ұсталады ғой. Иә. Өзім қарсы емес, ораза ұстағанға дұрыс қой. Бірақ оның ішінде кішкене жұмыс, үкіметтің жұмысында істеп жатқандар бар. Мүмкін жұмысты сырт тастап, мен аузым баяғы ораза деп басқа адам орнына жұмыс істеп жатады. Кәлмет көрсетіп жатқаны болды айтқан. Тап солай. Бұл жастардың бәрі бір жолда ораза ұстап жатырмыз. Ораза ұстағанмен, бірақ жаңағыдай басқаға ауыртпашылығы түсіп жатыр ғой. Олар неге соны ойлап, олар соны дұрыс деп ойлай ма, мен соны түсінбей жатырмын да. Оны
жастардан қалай түсіндірген? Соны бәрі ораза ұстаған дұрыс деген мұсылман қауымға ол дұрыс шығар. Бірақ жаңағы менің өзім ойым қызмет жасалмау керек. дұрыс. Әскери қызметші шығар. Соларды түсіндіріп айтсаңыздар. Әйтпесе бәрі соған ағымға біз ораза ұстаймыз дейді. Ал былай шығады да одан кейін жаңағындай неше түрлі өздерінің ауыздарына ие болмайтын сөздер айтылады. Жақсы. Өте дұрыс. Рахмет. Барлығы естті. Ол жиі айтып жатырмыз. Тағы да қосымша айтып берейін. Сіздің менің анау әлеуметтік желідегі барлық жердегі айтқан сөзімде сіздің құлшылығыңыз, ғибадатыңыз басқа біреуге салмақ салып, басқа біреуге міндет етіп, өзіңізді жоғары қойып, біреуді төмен қоюға алып келмеу керек. Яғни тура өзіңіз айтқандай сіздің жұмыс өнімділігіне, сабақтың оқуына жас бала болатын болса, дәрістердің орындалуына, қызметтік орнына кесір тигізбестен ораза, құлшылық, ғибадаттың барлығы солай жасалу керек. Жер бетінде планетада тек қана сіз ақ ораза ұстасаңыз да, сіз ақ ораза намаз оқысаңыз да, біреуге салмақ салмау керек. Дұрыс айтады ағамыз. Неге? Өйткені тіпті мынау мешітке намазға келген кезде жиі айтамыз ғой, мына көліктің өзін қойған кезде дұрыстап қоймасаңыз, оның өзі күнә болады сізге. Елдің бәрін итеріп түртіп жаншып барып намаз оқығаныңыздан қандай қайыр болады біреуге қиянат жасағаннан? Діннің негізгі мақсаты біреуге қиянат жасама. Ата бабамыз баланың тұсауын кесіп, ала жібін аттама, біреуге қиянат жасама десе, мен ораза едім деп ораза ұстағаныңызды міндет қылу, бұл жақсы дүние емес, әсіресе жастарға. Дұрыс айтады. Бұл жаңағы ескертпеңіз өте дұрыс. Бұны жиі айтып жүрміз. Қазір балаларымыз соған бет бұруда. Ал енді құлшылық негізі адамды тәрбиелеуге, жақсылық қалып келуге, біреуге салмақ салмауда болады. Адамның аштығы оның біреуге жұмыс өнімділігін біреудің мойнына ысырып қоюға алып келмеуі тиіс. Тағы қоңырау бар. Алло, ассаламу алейкум. Алло. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, тыңдап. Мереке құтты болсын, амал мерекесі құтты болсын. Өзі біздің қазақтың салтын көтеріп, амал мерекесімен неге құттықтамайсыздар? Жаңадан бері қарайын бір-ақ адам айтты. Біздің өзі оразамызбен қоса, қасиетті жұмамызбен қоса, амал мерекесі тұспен тұс келіп тұр. Көктем мерекесі, Наурыз келе тұр, мәз Наурыз. Сондықтан бұны да құттықтаңыздар, өте дұрыс. Тыңдап тұрмын сауалыңызды. Әумин. Иншалла. Жақсы, Алла шипа берсін деніңізге. Ингалятор мәселесі егер оразаға тікелей қатысты болатын болса, егер сіздің сол сепкеніңізден тамағыңыз арқылы өтіп жұтатын болсаңыз, тамшысы ораза бұзылады. Қандай изолятор, қандай мұрынға себетін, қандай болса да, егер жұтылатын болса, дәмі су ретінде жиналып бір тамшы ретінде жұтылса, ораза бұзылады. Бұзылады деген сөз, оразаны тастай салмайсыз, жалғастыра бересіз. Бірақ осы жерде астма мәселесін айтқым келіп тұр. Астманың бірнеше жаңағы өзінің бір белдеуі болады. Егер сіздің өміріңізге, денсаулығыңызға қауіп төнсе, сіздің ораза ұстап қатты қиналып әбігерлікке түсіп, маңайыңыздағыларға әбігерлікке түсіп, немесе жедел шақырым, жәрдем шақырып, оны шақырғаннан кейін мен ораза едім деп, кейбіреулер укол салдарымен құлап жатқандар бар екен. Бұл дұрыс нәрсе емес ол. Ораза сіздің өміріңізден қымбат емес. Өміріңіз қалып, мүмкін қазасын өтерсіз, мүмкін өтемес, фидиясын бересіз, мүмкін кешірімге келер. Сондықтан өмір сүргеніңіз керек. Енді адам өз-өзін олай қинамау керек деп есептеймін. Ал енді бата туралы, ұрпақ сұрау баталар, ең үлкен батаның жолын ашайын ба? Ата-анадан артық бата бола ма? Біздің ұлтымызда бір жалпы дінде де кездеседі, мынау Қыдыр ата деген бар. Сонда бір кісі, бір балалар Қыдыр атаға кездесіп, Қыдыр ата екенсіз бізге бата беріңізші дегенде, ұрпақ сүйейік деген кезде ғажап бір сөз айтқан екен. Батаны әке-шешең берсін, мен әумин деймін деген екен. Сондықтан ата-аналарыңыздан жиі бата алыңыздар, қызметте болыңыздар. Ата-ананың батасы үлкен дүние. Үшінші, Мұса пайғамбардың тұсында бір адамдар әйелі мен жұбы Мұсаға келіп, ей Мұса, Құдайдан бала сұрап берші дегенде,
Алла тағала Мұса алейхиссалам Аллаға жалынып мінәжат етіп, ей Құдайым, осындай бір кісі келіп ұрпақ сұрады дегенде Алла айтқан екен, оның тағдырында бала жоқ деген екен. Ол әйел мен күйеуде бала жоқ бұл өмірде болмайды деген екен. Сонда Мұса алейхиссалам келіп айтса, ана екеуі сондай жылап және кеткен екен. Кетіп барып арада көп жылдар өтсе, Мұса пайғамбар Әлиге екісін көрсе, бала көтеріп келе жатыр. Қайдан алдыңдар мына баланы, асырадыңдар ма десе, жоқ, өзіміз босандық, Құдай берді деген екен. Сонда Мұса Аллаға қайта қайырып, ей Алла, бұларға тағдырында өзің жоқ дедің, енді сен бала беріпсің ғой дегенде ғажап сөз айтты. Сұрағанын қоймай қойды ғой деген екен. Қараңызшы, сұрағанын қоймай қойды ғой деген екен. Үмітіңізді үзбеңіз. Егер пенде сәл алдына, мысалы, құмырсқаның өзі келе жатып бір кедергіге жолықса, құмырсқа сол кедергіні айланып өтеді. Бәрібір қайтпайды кері қарай. Тура сол сияқты қайтпаңыз. Қайсарлы болыңыз, жігерлі болыңыз. Шаршасаңыз отырып демалған сияқты, сәл қиналғансаңыз да бір күш жинап алға қарай талпыныңыз. Құдай беруші екен. Ұмытпаңыз. Алла ниет тілектеріңізді қабыл қылсын, дендеріңіз сау, отбасыларыңыз аман болсын. Қасиетті Рамазан айындағы тілеген тілектеріңізді Алла тағала баршаларыңызға нәсіп етсін. Құрметті ағайындар, біз тікелей эфирдеміз. Студия телефоны 75-72-75, қажет болған кезде кез келген уақытта телефон шалсаңыздар болады. Бесікте сөйлеген балалар туралы айтасыз ба? Иә, бұл қиссада келеді, енді ол ұзақ әңгіме. Бірақ 3 бала бесікте сөйлеген деп келеді қиссада. Біреуі Құран кәрімде аты айтылған Асхабул Ухдуд деп келеді. Екіншісі бұл Иса пайғамбардың заманындағы қиссасындағы бала болады да, Иса алейхиссаламның өзі болады да, содан кейін үшіншісі Жүсіп пайғамбардың қиссасында бір бала кездеседі. Оның тарихын мүмкін бір жұмада мүмкіншілік келгенде айта жатармыз. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Мынау қасиетті ораза айындамыз, иә? Қадір түн келе жатыр алдымызда. Бұл оразаның негізгі мақсаты, негізгі бағыты бір айлық бұл теория болса, сол теорияңыз қалған 11 айға сізге практикаға, тәжірибеге жол салады. Сол жолыңызды бекемдеңіздер. Осы айда жақсы сөз сөйлеп, жақсылыққа бет бұрып, жақсы сөз жарым ырыс демейміз ұлтымыз. Сондықтан жақсылыққа бет бұрсаңыз, Алла тағала сіздің де ниетіңізге жақсы амал береді. Мынандай бір ғажап нәрсеге сіздердің назарларыңызды аударғым келіп тұр. Жаратқан Алла тағала негізі 3 нәрсеге жасырып қойған. Біріншісі, жаратқан Алла тағала өзінің ризалығын жақсы амалдарға, жақсы істерге, жақсы мінездерге байлап қойған. Жақсы істерге байланған барлық жақсы істер ниетпенен дұрыс болса, онда жаратқанның ризалығын алып келеді. Екіншісі, жаратқан өзінің ашуын күнә, жаман істерге байлап қойған. Күнә істерге, неғұрлым жаман істерге, лас нәрселерге қаншалық жақын болсаңыз, соғұрлым жаратқанның ашуына келіп, қаһарына келіп, елдің де түртпегінде болып қалуыңыз ықтимал. Үшіншісі, жаратқан өзінің досын, өзіне жаққан адамды елдің ішінде жасырып қойды деп айтылады. Яғни көптің іші көл, көптің іші әулие, 40-тың бірі әулие деген осы сөз осыдан шығады. Қоңырау бар бізде. Ассаламу алейкум. Алло. Алейкум салам. Иә, тыңдап тұрмын сізді. Амал мерекесі болсын. Тамаша, баршамызға. Мына сұрағым бар еді. Иә. Адам дейтін жерленген кезде, қайтқан кезде, мысалы, асыранды болса, әкесін айтамыз ба? Тұрмызда шығарған кезде, или туған әкесін айтамыз. Бұл жерде елдің жағдайына қараған дұрыс болады. Негізі кітапта өзінің әкесінің атын айтсын дейді, бірақ біздің заманауи ғалымдарымыздың барлығы патуаны соңғы уақытта елдің көпшілікке қарасын дейді. Көпшілік шешеді, көпшілік батырады. Мысалы, неге ол айтылады? Бір әулеттен туылып, бір әкеден екінші әке асыраса, бірақ екеуі де жаназаға келіп, екі әулет те, екі отбасы да келіп тұрса, дүниеден өткен адамның жаназасына дау, талас, менің атым айтылмады деп ортада талас туындап кетпеу керек. Сондықтан анағұрлым бірлік, ынтымақтың туын көтеруіміз керек. Алла тағаланың алдында сіз кімнің әкесі барып болып, аталып барып жерленуіңіз маңызды емес. Сіз қандай амалмен барғаныңыз маңызды. Не көтеріп барғаныңыз маңызды. Кімді ренжітіп, кімнің обалына қалып барғаныңыз, яки қандай сауап алып барғаныңыз маңызды. Сіз Сұлтанның баласыз ба, Сүлейменнің баласыз ба, ол жаратқан өз тауы болады арғы дүниеде. Сондықтан оған аса мән бермеңіздер. Бірақ қалай негізі кітапта қалай айтылған десеңіздер, кітапта өз әкесі айтылады деп келеді, бірақ жағдайға қарайсыздар. Қоңырау бар бізде. Ассаламу алейкум.
Алейкум салам аға. Қарағанды облысынан бір сұрағым бар еді, көптен қойып жүрген. Аңғайсыздау, бірақ айта берейінші, көкейімде тұр. Көріңіз аға, айтыңыз. Ана осы күнің елдің бәрі дінге жығылды ғой, енді жалпы дұрыс. Бірақ соның ішінде бір анайы көруге келмейтін әңгімелер бар. Мысалы бір үлкен адам, әйел адам, дәрет сындырып отыр дейді. Қасынан еркек, зіңгіттей жігіт енді осы. Егі сияқты өзі де әрі болады. Сол өтіп бара жатса, соған қарап әңгіме айтып отыр дейді. Сондай кісілер қазір керемет дінге жығылғанда. Осы қалай дұрыс па? Ол кісіге қалай ескертуге болады? Жақсы аға, түсіндім. Жаңағы жығылып жатып сүрінген көгілген сияқты әңгіме ғой енді айтқаныңыз. Негізі дұрыс. Бірақ аға, бұл дін деген сондай дүние аға. Бір-екі бағытын теңдей ұстау керек. Мәселен, сіз айтқан сондай лас адам, мейлі жаман адам туралыққа келсе, оны түртпектеу біздің қолымызда емес. Қайта қойыпсың, жақсылыққа келіпсің, арақ ішіпсің, уақытысында теріс жолда жүріпсің, енді жаратқанның есігі ашық қой деген сияқты дүниемен адамға дем берген жақсырақ болады. Оны кейін жетектеп, артқа тартқанша бұлақ көрсең белін бу дегендей жақсылыққа буғандар дұрыс болады. Пайғамбардың заманындағы сахабалардың дерлігінің баршасының күнәсі басынан асатындары көп еді. Бірақ дінге келіп, барлық нәрсені қойды. Олар қойғанда да кәдімгі үлгі болатын, өмірін өрнек қылған адам болып өзгерді. Ал енді қазіргілер кішкене өзіңіз айтқандай өзгерсе, бірден кешегі күнді ұмытып, өзгелерге саусақ шошайтып әңгіме айтатын болды. 4 нәрсе жаттаса, оныңыз дұрыс. Оған толыққанды келсем, негізі бүгінгі мынау өтетін құрылтайда, кеше ғана ұлттық құрылтайымызда Қайрат Жолдыбайұлы дінтанушы, исламтанушы бауырымыз осыны кеңірек айтуға ұсыныс жасады. Яғни бұл деген сөз мынау әлеуметтік желіде немесе жаңағы басқа ақпарат көздерінде кім көрінген дінге қатысы жоқ адамның өзі мүлде соның қызметінде болмаса да дін туралы пайымын, ойын айта беру елді адастыруға, елдің ішіндегі теріс пікір ойдың қалыптасуына бірден бір септігі деп соны жариялағалы отыр. Бұл да дұрыс. Сондықтан айтпақ болғаным, сіздің ойыңыз өте дұрыс, бірақ қалай болғанда да өзгені түзету өзінен басталады. Сондықтан жаңа сіздің айтқан адамдар, әлбетте бұл бәрімізге қатысты, бірінші өзімізді түзетіп, содан кейін басқаға уақыты қалмағаны дұрыс шығар. Әйтпесе біз бірінші өзімізді емес, өзгені түзетуге үйретіп бастады. Біз тікелей эфирдеміз, құрметті ағайындар. 75-72-75 ұялы телефоны. Тәңіршілер туралы айтасыз, сұралып жатыр екен. Қайта тәңірші деген азаматтардың негізгі менің түсінігімде елге деген, ұлтқа деген ойын дұрыс деп есептеймін. Неге? Патриоттыққа келген. Бірақ бұл патриоттық біреудің арын, әсіресе мұсылмандардың ожданына, жалпы ата-бабамыздың бізге мираска болып жеткен жаратқанның ұлы дініне, сол жолды ұстаған мұсылмандардың бір тұтастығына тіл тигізбеу керек. Сіздер бұқаралық ақпарат құралдарын бақылаған болсаңыздар, осы туралы елдің ішінде діни алауыздық туғызды деген бірнеше азаматқа қылмыстық іс қозғалды. Айыппұлдар салынды. Неге? Өйткені біздің ата-бабаларымыздың, кешегі арыстарымыздың, даналарымыздың, батыр баһадурларымыздың ұстанғаны бұл ислам діні еді, имандылығымыз еді. Сондықтан біз үшін бұл қастерлі дүние. Бірақ қалай болғанда да бауырмашылық, достық, араласқан адамыңыз, еліміз, жұртымызды, бір-бірімізді қадірлеп бағалай біліңіздер. Әсіресе мынау құлшылықтағы адамдар, біреуге тіл тигізуден қашыңыздар. Біздің еліміздің тұғыры биік болып, руханияты кемелді болып, келешегі келелі болып, ұстаған оразаларыңыз қабыл болып, осы қасиетті айда берген пітір садақа, жақсы ниет, зекеттеріңіз қабыл болып, ортадағы бауырмашылығымыз ұлғайып, ұлтқа деген, елге деген, тілге деген құрметіміз көбеюі негізгі баршамыздың алдағы мақсатымыз болу керек. Ел аман, жұрт тыныш болсын ағайын, ниеттер қабыл болсын. Алдағы жұмадан жұмаға жүздескенше. Сау саламатта болыңыздар.